Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Қабдығалиев Ермек Кәрімұлы, аға лейтенант, ақпараттық технологиялар колледжінің Павлодар қаласының алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі. Сабақтың мақсаты оқушыларға Қазақстан Республикасының конституциялық негіздері туралы түсіндіру. Оқу сұрақтары: бірінші, мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасының негізгі ережелері. Екінші сұрақ: Қазақстан Республикасының қару күштері, олардың құрамы мен атқаратын қызметтері. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздері дегеніміз Қазақстанда демократиялық, құқықтық, айырылы және біртұтас мемлекет ретінде сипаттайтын Қазақстан Республикасының Конституциясының негізделген ережелері. Адам оның құқығы мен бостандығы жоғары құндылық, ал адам мен азаматтың құқығын, бостандығын мойындау, сақтау мен қорғау мемлекеттің міндеті болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясында демократияның мәні халық билігі, атап айтқандай егемендіктің иесі, әр үкіметтің бірден бірі негізгі тірегі халық екендігін көрсетеді. Бірінші Конституция 1990 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Екінші Конституция 1995 жылы 30 тамызда қабылданған. Мұндай адам мен азаматқа бағытталған нақты мақсат бірінші рет Конституцияда мәтінінде Қазақстан Республикасының негізгі заңында тіркелген. Қазақстан Республикасының Конституциясында демократияның мәні халық билігі деп атап айтқан. Халық өз билігін тікелей өз өкілдері арқылы жүргізеді. Қазақстан Республикасының Конституциясында халық атынан сайлау құқығы парламент пен республика президентіне берілетіндігі бекітілген. Яғни Қазақстан Республикасының президентінің және парламенті халықтың өзінің сайлауы немесе мемлекеттік басшыларының тиісті лауазымдарға тағайындалуы. Қазақстан Республикасының Конституциясы белгіленген тәртіп пен республика заңдары бойынша іске асырылады. Қазақстан Республикалық басқару нысанындағы мемлекет республикалық басқару формасы дегеніміз халық белгілі бір мерзімде сайланған үкімет органдарының болуы. Қазақстан Республикасында парламент өкілеттілігін 5 жылға, президент өкілеттілігін 7 жылға халық сайланады. Өз кезінде Қазақстан Республикасының президенті мен парламенті Конституцияда белгіленген тәртіп пен барлық басқа мемлекеттік органдарға қалыптастырады. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті борышы және міндетті.
республика азаматтары заңды белгіленген тәртіп пен түрлі бойынша әскери атқарады. Бұл ереже Қазақстан Республикасының Конституциясының 36-шы бабында бекітілген. Бұл азаматтардың қасиетті саналатын жалғыз конституциялық міндеті. Қазақстан Республикасының Конституциясы жоғары лауазымды тұлғалардың және Қазақстан мемлекеттік билік органдарының еліміздегі қорғаныс саласындағы міндетті және анықтап береді. Қазақстан Республикасының президенті халық пен мемлекеттік билік бірлігінің Конституция мастығының адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі. Конституцияның 44-ші бабына сай Қазақстан Республикасының президенті қарулы күштері жоғары бас қолбасшы болып табылады. Ол қарулы күштердің жоғарғы қолбасшылық құрамын лауазымдарға тағайындайды және лауазымынан босатады. Қазақстан Республикасының парламенті заң шығару билігін жүзеге асыратын республиканың ең жоғары өкілетті органы. Қорғаныс саласы және ел қауіпсіздігі бойынша парламент құзырына соғыс және мәселелерін шешу жүктелген. Ол Қазақстан Республикасының президентінің ұсынысы бойынша бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындау үшін қарулы күштерді пайдалану туралы шешім қабылдайды. Қазақстан Республикасының үкімет еліміздің атқарушы билігі жүзеге асырады. Атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Үкіметке қорғанысты және ел қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша шараларды жүзеге асыру міндеті жүктеледі. Қазақстан қарулы күштері Қазақстан Республикасының әскери құрылымы, әскери басқару органдарын, қарулы күштердің түрлерін, арнайы әскерлерді, тыл, әскери оқу орындары мен ғылыми мекемелерді қамтиды. Қазақстан Республикасының қарулы күштері 7 мамыр 1990 жылы құрылған. Қазақстан Республикасының қарулы күштері еліміздің қоғамдық құрылысын, аумақтық тұтастығы мен тәуелсіздігін қалу мен қорғау үшін арнайы құрылған мемлекеттік механизмнің құрамдас бөлігі болып табылады. Армия ол мемлекеттік жоғары заң шығару және атқарушы органдардың белгілейтін саясатты жүзеге асыру құралы. Республика Конституцияның 1924-ші бабында Қазақстан Республикасының егемендігі мен тұтастығын қорғауды қарулы күштері жүзеге асырады деп атап көрсетілген. Қазақстан қарулы күштері құрлық әскері, әуе қорғаныс күштері, әскери теңіз күштері. Құрлық әскерінің әскери басқару органдары Астана, Шығыс, Батыс, оңтүстік өңірлік қолбасшылықтары, әскери тектері, десанттық шабуылдау әскерлері,
ракета әскерлері және артиллерия. Астана өңірлік қолбасшылығы Ақмола, Қарағанды, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облысының әкімшілік шекарасында орналасады. Қолбасшылық штабы Қарағанды қаласында орналасқан. Шығыс өңірлік қолбасшылығы Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарының әкімшілік шекараларында орналасқан. Қолбасшылық штабы Семей қаласында орналасқан. Батыс өңірлік қолбасшылығы Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарының әкімшілік шекараларында орналасқан. Қолбасшылық штабы Атырау қаласындағы арналған. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы Алматы, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарында әкімшілік шекараларында орналасқан. Қолбасшылығы штабы Тараз қаласында орналасқан. Қазақстан Республикасы жоғары әскери оқу орындары Құрлық әскерлерінің әскери институты Алматы қаласы, Ұлттық қорғаныс университеті Астана қаласы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери институты Алматы қаласы, Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты Алматы қаласы, Қорғаныс министрлігінің әскери институты Алматы қаласы. Сұрақтар: Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымы негіздері дегенді қалай түсінесіңдер? Армия дегеніміз не? Мемлекеттегі қарулы күштердің рөлі мен орны туралы айтып беріңдер. Үй тапсырмасы: Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қалыптасу тарихы тақырыбына реферат дайындаңдар. Әдебиет: 10 сыныптарға арналған бастапқы әскери және технологиялық дайындық оқулығы 1-ші бөлім. Келешек 2030 14-20 беттердің аралығында. Бүгінгі сабақ жақсы өтті деп санаймын. Сұрақтарға жауап беріңдер. Сабақ түсіндіруші Ермек Кәрімұлы. Назар салып келіп тұрғандарыңа рахмет.